Құрметті әріптестер, бүгін мен сіздерге Инстаграмда қалай пост жариялауды көрсетемін. Көп әріптестеріміз мұны біле бермейді. Қазір Инстаграмның бір жақсы жері, өзіңнің парақшаңа жариялаған постыңды мектептінде парақшасында бірге жариялауға болатын мүмкіндік бар. Енді мына жерде менде iPhone, бұл жерде постты жариялау плюс үстінде тұрады. Android'та жаңылмасам төменде тұрады. Енді қазір бетеміз. Үстіндегі плюсті басамыз. Қажетті постымызды аламыз. Мен мына оқушының жұмысын жариялағалы тұрмын. Далее деп басамыз. Мына жерде мен мәтінді WhatsAppқа жазып қойғам, сол жерден копировать етіп алып келдім. Енді мына жерге мәтін жазатын жерге бүйтіп қаттырақ басатын болсақ, вставить деп шығады. Соны бассақ, міне жаңағы WhatsApp'тан алып келген мәтін түсе қалады. Хэштег қоюды ұмытпаймыз. Хэштегіміз тақырыпқа сай болу керек. Мына жерде әрбір бала дана бала, балалар жылына қарсы және күзгі демалыс. Хэштегті қойып болдық. Енді астында отметить людей деген тұр. Осыны басамыз. Басамызда мына жерде добавить метку, пригласить саптыра деп тұр. Пригласить саптыра дегенге басамыз. Мен өзімнің мектебімнің парақшасын теремін. Шоқан Уалиханов. Мінекей, Шоқанды тердім. Енді добавить метку деймін де, тағы да білім бөлімін қоссақ болады, басқа мектепті қоссақ болады. Болмаса сол іс-шараға қатысқан мұғалімдерді қоссақ болады. Әркімді қосуға болады. Бұл жерде мен мына жерге өзімді қоса салайын. Отметить людей дегенге. Міне. Болмаса мен мына оқушымның парақшасы болатын болса, оқушымды отметить, добавить метку деп, оқушымды тектесем болады. Міне мына жерде тектелді, саптыр болып мектеп тектелді, добавить метку деп мен өзімді және оқушымды тектедім. Енді готованы басамыз. Енді мына жерде добавить местоположение бар. Бұл жерге де өзіміздің немізді жазамыз, мекен жайымызды. Георгка деп басайын мен. Сосын поделиться деймін. Мінекей, мен жіберген жариялаған пост шықты міне. Енді мен мектеп парақшасына кіремін. Мектеп парақшасына мінекей қат келді. Мектеп парақшасын басам, Жанар Шаралыдан келіп тұр. Посмотреть запрос деп тұр. Басамыз. Мына жерде көк жазуды басамыз. Оставить отзыв. Принять. Басамыз. Енді біз мектеп парақшасына мына постты қабылдадық. Енді бұл мектеп парақшасында да және өзім жеке парақшамда да тұр. Міне үстін оқитын болсаңыз, Жанар Шералы и 28-ші орта мектеп. Осылай өз жұмыстарыңызды мектеп парақшасына қоса тектеп, екі парақшаға өзіңіздің постыңызды жариялай аласыз.